Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен Индира, мен сіздерге саңырауқұлақтың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Саңырауқұлақ көктемнің сәуір айында өседі. Оны теріп алып, жуып шайып, қазанға бұрқ еткізіп қайнатып, қой етімен қуырып жесеңіз, өте дәмді болады. Саңырауқұлақтар латынша фунги, жекеше түрі фунгус, зең аштқы, қозықұйрық сияқты эукариоттық ағзалардың бір тобы. Жануарлар қасиетіне де, өсімдік қасиеттеріне де қамтиды. Сондықтан бөлек патшалық болып табылады. Олар тамақты органикалық молекула сіңіру арқылы табады және фотосинтез жасамайды. Мекенінен өсіру арқылы ауыстырып, ауа мен сумен қозғала алатын спора шығара алады. Экожүйеде редуцент рөлін атқара алады және өлген ағза мен органикалық қоқыс ыдыратып, ағзалар арасында зат айналымын әр қарай қозғайды. Саңырауқұлақтар зерттейтін ғылым микрология. Бұрын ол ботаниканың бір бөлігі болып саналатын, бірақ қазіргі деректер бойынша саңырауқұлақ филогенетикалық жағынан өсімдіктен гөрі жануарға жақын. Саңырауқұлақ біздің ғаламшарымыздың ең ерекше өкілдерінің бірі. Оны жануар деп те, өсімдік деп те айта алмаймыз. Ғалымдар оларды саңырауқұлақтар патшалығы деп аталатын жаңа түрге енгізді. Саңырауқұлақтар жер бетінде ұзақ уақыт бойы тіршілік етеді. Олар динозаврлардан бұрын пайда болған. Әлемде 2 миллионнан астам түрі бар. Олар жеуге жарамды, жеуге жарамсыз және олы болып бөлінеді. 300 миллион бұрын олардың ұзындығы 10 метрге дейін жеткен. Сасық саңырауқұлақтың олы түріне жатады. Оның бір қалпағы 3-4 адамды өлтіруі мүмкін. Ежелгі Рим императоры Клавдий осы одан қайтыс болған. Ең үлкен саңырауқұлақ ақш-та өмір сүреді. Ол 900 гектар жерді алып жатыр, ал салмағы бірнеше тонна. Плазмодий саңырауқұлағы жүре алады. 2 тәуліктің ішінде 1 метр қашықтықта жылжиды. Жер құлақ трюфель ең қымбат түрі болып саналады. 1 килограмм $2,5 мың бағаланады. 1940 жылы Флеминг бұл өсімдіктерден пенициллинді бөліп шығарды. Осылайша тарихтағы ең алғашқы антибиотик жасалды. Орташа алғанда әрбір саңырауқұлақ 90% судан тұрады. Фунготерапия саңырауқұлақтардың емдік қасиеттерін зерттейтін ғылым. Түлкішек деп аталатын түрі паразиттарды жояды. Көптеген адамдар оны дәрі ретінде пайдаланады. Иммундық жүйені қалыпқа келтіруге көмектеседі. Өте баяу өседі. Жылына шамамен 10 сантиметрге пайдалы өнім болып саналады. Оның құрамында ақуыз өте көп, ал холестерин мүлдем жоқ. Сондай-ақ ол көптеген дәрумендерге бай. Ол 965 шаршы аумақты алып жатыр. Оған бұрын шамамен 2,5 мың жыл өмір берілген. Жерде өсетін олардың өткір иісі ерекше дәмді және лайықты бағасы бар. Граммына $3-7. Әдеттен тыс қасиеттер галлюцинация тудырады. Бұл организмдердің кем дегенде 144 түрі ерекшеленеді. Психикаға айқын әсер етеді. Тамаққа қабылдағанда өлім уәде етпейді. Басым көпшілігі Оңтүстік Америкада орналасқан. Ескі саңырауқұлақ 19 ғасырдың ортасында археологтар қазба ретінде тапты. Шамамен жасы 410 жылдан астам болды. Зерттеулер көрсеткендей, жер бетінде 300 миллионнан астам жыл бұрын Сауд Арабиясы қазіргі уақытта ерекшеленетін саңырауқұлақтар өсті. Өсуі 8-ден 10 метрге дейін болды. Оларды жылыжайда ресми түрде өсіру тиімсіз екенін мойындалған. Сонымен қатар, егін жинағынан кейін 10 сағаттан кейін жоғала бастайды. Пайдалы қасиеттер бұл олардың сақталуы мен таралуына әсер етеді.
Чехословакияда бұл 18 ғасырда еуропалық қонақтарды таң қалдырған соустарының түрлерінің бірі болды. 19 ғасырда Парижде қой етінің ерекшелігі соусымен ұсынылды. Тағамдық құндылығы шамамен 100 рубль болды. Қазір ол шамамен $1000. Бұл ғаламда саңырауқұлақты ұнататын да, ұнатпайтын да адамдар бар. Я достым, сіз саңырауқұлақ пайдалысын жеп көрдіңіз бе? Жеп көрсеңіз, маған тіркеліп, комментарияға бөлісе кетіңіз. Менің видеом пайдалы болды деп ойлаймын, достар. Қандай видео шығарғанымды қалайсыз? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.